Ісім оңсын десеңіз, сол істің маманы болыңыз. Даңқым шықсын десеңіз, көпшіліктің адамы болыңыз деп. Әл-Фараби атамыз айтқандай, өз ісінің маманы бола білген. Бүгінгі сыр сұхбаттың қонағы, ардагер ұстаз, Қайран жастық халықтық ардагерлер ұжымының белді мүшесі, мерейтой иесі Бақтыбаева Дана Әбікен қызымен керемет сұхбат жүргізбекшіміз. Қош келдіңіз, Дана ханым. Ең әуелі өзіңізді керемет мереке халықаралық әйелдер мейрамымен құттықтаймын. Әрқашан толысқан айдай ажарланып, күлімдеген күндей нұрланып, шаттық пен қуанышқа бөленіп, береке бірліктің бастаушысы, игі істердің қостаушысы болып жүре беріңіз демекпіз. Өзіңізге арналған әдемі гүл шоқтарымызды қабыл алыңыз. Рахмет. Алғашқы сұрағымызды өзіңіздің өмір жолыңыздан, өнер жолыңыздан бастасақ, өткен шақтан сыр шертсеңіз. Рахмет, арай. Шақырғандарыңызға мыңда бір рахмет. Енді мен өзім туралы айтатын болсам, мен осы Қарқаралының тумасымын. Ата-анам да осы Қарқаралының тумасы. Әкем белгілі журналист болды, жазушы болды, қарымды қаламгер, ұстаз болған Бақтыбаева Әбікен ақсақал. Мамам да осы біздің Қарқаралыдағы Қара шаңырақтың ұстазы болды, қазақ тілінен сабақ берді. Содан пенсияға шықты мамам. Жансағимова Зүпи апай болады. Екеуі де осы қалаға сыйлы. Папам осы Қарқаралы қаласының құрметті азаматы болды. Талай кітаптардың авторы болды. Енді мен осы Қарқаралы тумасы болғандықтан енді осы Қарқаралыда келдім ғой дүниеге. Өмір жолы мен орыс мектебін бітірдім. Сонан кейін Қарағандыдағы филология факультетін бітірдім Каргудағы. Сонан кейін менің еңбек жолым басталды. Ең бірінші Қарағандыда 45-ші мектепте, сонан кейін біздің аудандық оқу бөлімінде методист болдым, библиотека фондасының мектеп методисті болдым, мектеп инспекторы болдым, метод кабинетін бастығы болып 16 жыл істедім аудандық оқу бөлімінде. Сонан кейін біздің Қарқаралы Қара шаңырағы бірінші мектепке ауысқым келді. Ауыстым да, сонда орыс тілі мұғалімі болып, сол жерде мамам жұмыс істегендіктен, сол жерден зейнеткерлікке шықтым. Енді менің еңбек жолым бірталай қызықтар болды ғой енді. Оны айтатын болсам, оқу әдістемелік құралдар жасадым, аталарға арналған университет аштым, әлемдік көркемөнер мәдениеті деген факультатив аштым. Енді бүкіл өмірімді сол балаларға жаңа орыс тілінен дәрісті неғұрлым жақсы берем деп соған арнадым өмірімді. И балалар да маған жақсы қарап менімен и бірге жақсы жұмыс жасадық. Осы балалармен бірге, өзім оқушылармен бірге мен тереңдетілген класстарда көп сабақ бердім. Және де бірінші сыныптан алып 11-ші сыныпқа шейін жеткіздім ғой балаларды. Соның арқасында 2 оқу әдістемелік құрал келді өмірге. Біреу справочник по фонетике деген, а біреу кішкене азбука фольклоре деген оқушылармен. Енді өзіміз басарларымда өте көп оқушылар бар. Соның ішінде бір айта кететінім, мен оқушым, мен қазақ мектебінде сабақ бердім орыс тілінен. Хамитова Толқын деген оқушым, мен оқушылардың бәрін жақсы көрдім. Мен бәрін ешкімді бөлген жоқпын, ешқашан бөлген емес, бәрін жақсы көрдім. Енді Хамитова Толқын өндіріс қызы, ол бала қазақ мектебін бітірсе де химиядан доктор атағын алды. Және профессор да болады ғой тақырда. Сол жаңа жұмысын орыс тілінде қорғады. Содан кейін мен өзімді тағы да қуған, біздің Қарқаралыдағы ауыл шаруашылық колледжі бар ғой, сонда Жукупбаева Айгүл Эриковна. Ол филология факультетін бітірді мен сияқты Каркуда. Мен тоқтап қалмай магистратурасын бітірді орыс тілінен, и қазір магистр. Мен балаларым жетістігі ғой, енді бірақ мен де жетістігі. Сіздің балаларыңыздың жетістігі, сіздің жетістігіңіз ғой әрине. Соған қуанамын.
Өнер жолға қалай келдіңіз? Өнер жолға келгенім қызық болды. Енді мен мектептен зейнеткерлікке шықтым ғой, өз мектебімнен. Соң елдің бәрі айтатын, Дана Бикен, сіз неге орыс мектебіне бармадың, соны бітірдіңіз, түлегісіз ғой, неге қазақ мектебіне бардыңыз дейді ғой. Мен айтамын, мамам сонда жұмыс істегенсің, маған сол керек болды. Династияны мен мамамның соңынан барайын деп сонда бардым. Енді пенсияға шыққансын орыс мектебі. Ақыры сізді шақырамыз деп болмай, сонда 5 жыл істедім орыс мектебінде. Соғанда қуанамын. Қаншама оқушылармен таныстым, ұстаздармен қызметтес болдым. Өте жақсы жылдар болды. Содан пенсияға шықтым да 2 жыл рақаттан демалмаймын. 2 жыл демалымдағы бір күні Мейрам Аринов деген осы ДК-да істеген сол кісі айтып, бізге кісілер керек болып тұр, Дана Бикен, сіз пенсиядасыз ғой, келіңіз деп. Содан кейін мен айттым, жоқ, Мейрам, рахмет, шақырғаныңа мен келе алмаймын. Себебі мен әнге жоқпын, айта алмаймын. Жоқ, айтасыз, айтып кетесіз деп болмады. Содан кейін күндердің күнінде келдім осында. 14-ші жылы келдім, міне осы күнге шейін осында. Қуанамын, коллектив жақсы, ұнайды, үйрендім. Өзім 2-ші даусымды ұстаймын, альтты. Келесі сұрағымызда қызықты есте қалатын қандай естеліктеріңіз бар? Қалай айта аласыз, есте қалатын? Жұмысымдағы. Жалпы өмірде қызықты бір есіңізде қалды деген? Бар ондай естеліктер. Енді мен мектепте жұмыс істегенде 2004 жылы бізде Ресейдің жылы болды ғой. 5-ші жыл Қазақстан жылы Ресейде болды. Сол кезде Қазақстанға бір топ делегация келді, 5 кісі келді. Профессорлар МГУ, соң Халықтар достығы университетінен, соң Институт русского языка имени Пушкина деген, Мәскеуде. Солар Қазақстанға келіп дағы шет жердегі мектепті көргіміз келеді деді. Қалай орыс тілі оқытылып жатыр дегендей. Сол министерствоға келсе, олар Қарағанды облысына жібереді. Енді кішкене ширақта ғой Қарағанды облысы орыс тіліне. Енді Қарағанды облысына келгенде жоқ, ауылға барамыз депті. Ауыл болса онда тоже Қарқаралыда бізде орыс тілі жақсы қойылған ғой. Қарқаралыға жіберу керек деп, Қарқаралыға келмей ма жаңа 5 профессор, докторлар. И одан 1-ші мектепке жіберу керек деп келді біздің мектепте жаңағы кісілер. Сонда бір қызығы Тілек Садуақасович бастап келді ғой жаңағы команданы. Мен ұстап алды да коридорда, Дана Бикен, сіздің кітабыңыз бар еді ғой, азбука фольклоре. Соны берсеңізші, бар ма деп кабинетті. Жарайды деп кабинетке барсам 5 кітабым бар екен. Азбука фольклоре деген 1-5 сыныптарға арналған. Тура 5 штук. Қуанып кеткенім, ана 5 кісіге беріп едім. Оқырып, осыдан бастау керек еді біздің сұхбатты деп мені шыр көбелек айналдырып, менімен сөйлесіп, сабақтарыма кіріп, оқушылардан қайта сұрайды, мынау рас қазақ мектебі ма деп. Бізде кішкентай балалардан бәрі жақсы ғой, жалпы орыс тіліне телевизор көреді. Содан балалар иә қазақ мектебі деп, содан сол кісілердің арқасында 3 рет бардым Мәскеуге. МГУ-ға бардым, 2-ші ассамблея русского мираға қатыстым. Институт русского языка имени Пушкинада шапта оқыдым. РУДН-да 1-ші конференцияға бардым. Орыс тілі мұғалімдерін. Соған мақтанамын, қуанамын. Әрине, бізде мақтанышпен өзіңізді құрметті тұтамыз. Келесі сұрағымда қазіргі қоғамдағы әйел адамның рөлі қандай? Сол туралы айтсаңыз. Енді қоғамдағы әйелдің рөлі өте маңызды ғой. Қазір емес, бұрында солай болған. Ана ошақ қасы болған. Қазір одан да әрмен әйелдің рөлі. Неге десеңіз, қазір біздің бала тәрбиесінде көп олшақтықтар кетіп жатыр. Біздің жаңа технология дейміз ғой, ол кері әсер етіп жатыр біздің жас өспірімдерге. Соны кішкене шектеу керек. Соған ата-аналардың, көбінесе ата-аналар қазір балама мен тамақ тауып бердім, баламды мен киіндірдім, сол бітті сияқты. Мектепке жібердім, ол олай емес. Бала кішкентай мына детсадқа барғаннан қатты қадағаламаса болмайды. Өйткені қазір біз
байқасақ, әлеуметтік желіде де көп видеолар бар, роликтар бар. Бала жаңағы сотовый телефонмен бірге өсіп келе жатыр. Ол дұрыс емес. Ол біріншіден баланың жаңағы өсіп келе жатқан мировоззрение дейді ғой, сонысын өзгертеді баланың. Және де денсаулығына өте зиянды. Соған қатты мән берсе ата-аналар, мамасы көбінесе ошақ қасында жүретін, әкесі көбірек сыртта мен шаруам демей қараса, бауырлары, үлкен әже аталары қараса, сонда құба-құп болушы еді. Менде енді жиенім бар, үшеуін мен шектеп отырам. Олар менімен бірге тұрмайды, сонда да мен қадағалап шектеп отырам. Бір жиенім осы Қарқаралыда, екі жиенім Қарағандыда, көп көргіздірмеймін, қайта-қайта қадағалап сұрап. Осындағы жиенім 4-ші сынып оқиды, күні 2 сағат отырады жаңағы желіде. Одан артық жоқ. И өзі де түсінді. Ана жерге кіріп, қайсы зиян, қайсы пайдалы ойындарға шейін бәрін үйретті мен. Мынау зиян, мынау былай, сен де үлкен азаматсың, 4-ші класс оқисың, соны ойланып істе деп жаңағыдай қадағалап отырамын. Қалт жібермеймін. Солай болу керек деп есептеймін. Енді мектепте де кішкене алшақ болып кетті ғой аталар мектептен де. Қазір мектепке кіргізбейді да мысалға. Бұрын біздің кезімізде сабақта отыратын ата-ана. Бір-екі бала, бір-екі ата-ана арт жақта отырып қарайтын. Баласы қалай оқиды, қалай деп. Класспен қарым-қатынас. Қазір онда ата-ананы кіргізбейді да ғой мектепке. И мұғалімдердің де кішкене тәрбиеден чуть-чуть алшақ болып кетті. Неге десеңіз, қазір интернетқа бәріне тәуелді болып кетті ғой. И оны өзін рухани дамытуға, и балаларға жаңағы рухани дүниені үйреніп білгенін балаға беруге уақыты жоқ мұғалім. Отчеты бар, анасы бар, өте қиын болып кетті. Сонымен тәрбие бірінші орында болу керек. Жалпы мектепте бірінші орын тәрбие ғой, сонан кейін оқу, сонан кейін ғылыми жұмыс балалармен и ұстаздың өзінің. Сондықтан бірінші орында болу керек. Өзіңіздің құрмет тұтатын кумир деп жатамыз, эталоныңыз кім? Ұстаздардың ішінде ме, жалпы? Жалпы. Кімді санайсыз өзіңізге? Жалпы ма? Жалпы эталоным деп санайтын көп шығармаларымды оқыдық қой. Олжас Сүлейменов менің эталоным. Содан Расул Гамзатовты өте қадірлеймін, пір тұтамын. Әдебиеттен осы кісілер. Ұстаздан болсақ, мен мектепте Свентида Зинаида Семеновна деген мұғалім болған, орыс тілі әдебиетінен берген. Содан Лидия Александровна Гладкова деген ұстаздар болған. Солардың сол қалай сабақ береді, қалай бізге тәлімгер болды, соны сіңіріп, сол ұстаз болғанымда сол шығар енді. Солар мен эталондарым өмірлік. Соң екі сынып жетекшім бар, Рахима Дюсекевна Дюсекина, ол кісіні қалай пропускать етемін. Мен сынып жетекшім болды, ол кісі енді тәрбиеледі ғой бізді. Осы кісілер. И өмірлік енді мәңгі менің эталондарым ол әке шешем ғой. Это без обсуждения. Әкем менің и ана. Данапай, қазір немерелеріне ертегі айтатын әжелер бар ма? Өзіңіз немере шөберелеріңізге ертегі айтасыз ба? Енді өте қиын сұрақ, расын айтсақ. Өйткені балалар көбінесе жай интернет пен телевизордан бәрін көріп алады ғой бүкіл ертегілерді. И біздің айтқан қиын уже оларға. Мен 4-ші сыныпта оқитын жиенім бар, осы Қарқаралы қаласындағы жанымда. Сол жиеніме 2-ші сынып оқып жүргенде энциклопедия школьниканы әпердім. Сонген айттым, сен ептеп, күнде бір бет болса да осыны оқи бер, осында неше түрлі дүниені табасын деп. Ол ертегіден де маңызды дүние. Содан биыл 4-ші сыныпқа келді, жаңа энциклопедияны бітірді оқып. Сол жаңа энциклопедияны Алла қаласа 12 февральда бір жол түсіп тұр Қарағандыға. Сол екі жиеніме апарамыз. Біреу бірінші оқиды, біреу екінші оқиды. Содан оларды оқып, жаңағыда 2 жыл уақыт берем, 2 жыл оқып, бір-біріне
береді жаңағы кітапты. Жаңағы 4-ші сыныптағы ұлға одан да кішкене үлкен күрделі энциклопедияны әперемін қарағандыдан. Сонда бір қызығы да мен байқағаным, онда тарих бар жаңағы энциклопедияда, мәдениет бар, өнер бар, физика, география, бүкіл тақырыптар қамтылған ғой. И жаңағы немерем менімен сұхбат жасайды. Әже, сен білесің ба, біздің ғаламшарда неше спутниктар бар, мысалға, уже 4-ші класс оқиды. Әже, сіз білесіз ба, осындай дүниелер бар деп, соң екеуміз сұхбаттасып, бір-бірімізді толтырып, сөйтеміз. Сөйтіп, мен кішкене баланың несін аулаймын, көңілін интернеттен, кітапқа бейімделсін деп, соны жасаған, сондай дүние жасаған. Соң енді өзім оқыған жаңа азбукам бар, сонымен өсті жаңағы мен жиендерім. Және де өзім сол жиендеріме арнап кітап жазғанды, менің өмірім, менің байлығым деген. Сонда күні 2-3 беттен оқып, маған әжеке, мен оқыдым, мына жер қалай қызық екен, мына жер сөйтіпті ғой, мына жер бүйтіпті ғой деп, уже бала жаңағыдан үйренеді. Солай тәрбиелеп жатырмын жиендерімді. Енді қазіргі қоғамда қандай өзекті мәселелер сізді мазалайды, сол туралы? Өзекті мәселелер әрине көп. Енді білмеймін, мен семьямда 5 бала болды, 3 ұл, 2 қыз тәрбиеледі мен ата-анам. 3 бауырым өкінішке орай өмірден озып кетті. Қазір сіңілім ғана бар, Қарағанды қаласында тұрады, ол да педагог, математиканың мұғалімі. Енді біз бұрынғы заман адамымыз ғой, былайша айтқанда, совет үкіметі кезінде. Ол кезде орыс тілі дәуірі болды, орыс тілін үйрендік, мектепте де, детсадта да, бүкіл жерде орыс тілі болды. Еще мен наным тауып жеген наным, семьямда ысырған наным да орыс тілі болып кетті ғой. Бірақ оған қарамастан біз қазақ тілін жақсы меңгердік. Неге? Ол ата-анаға байланысты. Мен әке шешем, папам журналист болды да, мамам қазақ тілі мұғалімі болды ғой. Үйге көп кісілер келетін, зиялы кісілер. Қаншама жазушылар келді, Әзілхан Нұршайықов келді, Амантай Сатаев, тағысын тағы, Әмен Азиев деген сияқты. Сол кісілер қонаққа келгенде бізді шектетпейтін, көп жермейтін басқа жаққа әке шешем. Отырыңдар, тыңдаңдар, көріңдер, естіңдер. Сонда біз соны естіп, өстік. Содан болу керек, біз қазақ тіліне шорқақ емеспіз. 5 балада. Бір ғажабы, сіңілім де, мен де жазуға жақсымыз, жазуға. Мен көбіне орысша да жазам, қазақша да, сіңілім орысша жазуға. Әке шешем гені бізге тараған болу керек. Сонда енді бұл жерде айтайын деп отырғаным, қазір көбінесе жеңіл жағына жүгіреді жастар. Орыс тіліне жетік па, орыс тілін бітірді ма, бітті, сол жақтан кетіп қалғысы келеді. Орысша сөйлейді, орысша сұхбаттасады, қайда барса да. Үлкендер кішкене замечание жасап, неге сен қазақша сөйлемейсің десе, реніш білдіреді. Соған қарап ойлаймын, ата-анасында бұл жерде несі бар ғой, кінәсі, үйретпеген. Өйткені көбінесе қазіргі осы жасөспірімнің ата-аналары өзі орысша болып кеткен, шорқақ болып кеткен. Бірақ жарайды, орысшаны білсін, шорқақ болсын, бірақ талпыну керек қой кішкене. Үйрену керек, зейін салу керек. Бірдемені білмесем, мен кейбір сөздерді білмесем, әлі күнге шейін сұраймын білетін кісілерден. Онсыз болмайды, ол қалай сен қазақ боласың онсыз. Осы бетте бір айтатыным, енді қазір орыс тілі әлемде 3-ші орынға келді ғой, 3-ші орын. Қандай аламат, қандай ғаламат, иә? Сонда мен ойлаймын, нормандай орыстар бүкіл әлемді өзіне қарата білді. Орыс тілінен ең бірінші конференция өткізгенде 2006 жылы 264 мемлекеттен кісілер келді. Конференцияға қатысатын, бәрі орыс тілінде сайрап жатыр, орыс тілінде статьялар жазып жатыр. Сонда мен ойладым, 240 миллион ғой Ресейдің халқы. Бізде жарайды 2 миллион басқа ұлт болса, 16 миллион өзіміз ғой қазақ. Неге шырқатпасқа қазақ тілін, өсуін, өрбуін,
соған неше түрлі тәсілдер қолдану керек қой қоғам болып. Ата-ана босамаса, ең бірінші рөл ата-ананікі, сонымен қоса жаңағы қоғам. Ресей мысалға бүкіл әлемнің кісілер шақырып, орыс тілін дәріптеп, оралап паш етіп жатыр. Бізге неге сондай жасамасқа? Көп қой қазір, интернет дамыған, ғалымдарымыз да бар, соған ақ салысып қоймай қазақ тілін қою керек. Әркім жетік сөйлеу керек, өз несін білдіру керек деп ойлаймын. Дана ханым, әдемі сұхбатыңызға, шынайы сұхбатыңызға үлкен рахмет айтамын. Сізге зор денсаулық тілеймін. Міне бүгінгі 8 наурыз мерекесі құтты болсын. Осылай әрқашанда жадырап, жайнап, ойнап жүре беріңіз немерелеріңіздің арасында. Мәдени сауық орталығының атынан өзіңізге осындай кішігірім сыйлығымыз бар, қабыл алыңыз. Рахмет арай, бақытты бол. Және де 8 наурыз мерекесімен аналарымызды, аруларымызды құттықтап өтсеңіз. Құрметті, нәзік жанды сіңлілеріміз, апайларымыз, ақжаулықтар, сіздерді 8 наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Барлықтарыңа тілейтінім дендеріңіз сау болсын. Бала тәрбиесінде, ошақ тәрбиесінде сіздер қажымай талмай еңбек етіңіздер. Осы халықаралық 8 наурыз мерекесінде сіздерге тілейтінім жанұяларыңда тек бақыт болсын. Мынау нәубет тезірек кетіп, бұрынғыдай біздің Қазақстанымыз жаймашуақ өмірге келсе екен деп тілеймін. Барлықтарың бақытты болыңыздар.